Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен Мерей. Бүгін біз өте дәмді болып шығатын гармошка самса дайындаймыз. Дастарханымызға сән беретін бұл самсаның рецепті өте оңай. Менімен бірге жасап көріңіздер және каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен ыдысқа жылы сүт, оның үстінен еріген сары май және сұйық май, тұз барлығын салып, қасықтың көмегімен кішкене араластырамыз. Оның үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, бірінші қасықтың көмегімен араластырып алып, ары қарай қолымызбен қамыр илейміз. Міне қолымызбен илеп, қамырымыз қолымызға жабыспайды, өйткені арасында майы болғандықтан қамырымыз өте керемет, жұмсақ болып шығады. Бетін жауып, холодильникке жарты сағатқа қойып қоямыз. Арасына қосатын салмасына майдалап туралған пияз, картоп және көк пияз, тұз, бұрыш, сұйық май қажет болады. Көк пияз қоспасаңыздар болады. Ыдысымызға тартылған етті саламыз, оның үстінен пияз, картоп, көк пияз барлығын саламыз, оның үстінен бұрыш, тұзымыз, сұйық майымызды қосып, барлығын араластырамыз. Егер тартылған еттеріңіздің арасында май болса, сұйық май қоспасаңыздар болады. Міне дайын. Қамырымызды аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып иленіп шығады. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп, жұқа етіп жайып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп жайыңыздар. Арасына кішкене ұн сеуіп жаюға болады. Жұқа етіп жайып алған қамырымыздың арасына кішкене ұн сеуіп, оқтаумен орайтын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар. Және де қамырды оқтауға ораған кезде қатты қыспай, жай ғана орап шығамыз. Оқтауға орап алғаннан кейін, осылай қамырымызды видеодағыдай етіп жасаймыз, бір-біріне біріктіріп жинаймыз және қамырымызды жай ғана оқтаудан босатамыз. Қамырымыз жабыспай, әдемі болып алынады. Оқтауға орайтын кезде арасына міндетті түрде ұн себуді ұмытпаңыздар. Осылай гармошкаға келтіріп, қамырымызды бір-біріне біріктіреміз. Видеода көріп тұрғандай етіп жасаңыздар. Арасына салмамызды салып шығамыз. Бұл өте дәмді болып шығатын самсалардың бірі. Міндетті түрде менің рецептімнен жасап көріңіздер. Екі жағынан қамырды жай ғана осылай жауып, дайындап аламыз. Арасын қолымыздың көмегімен біріктіреміз және қамыр кескішпен немесе пышақтың көмегімен видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Кесілген қамырды бір-бірден алып, екі шетін осылай біріктіреміз және аунатып, бетін қаратып қоямыз. Видеода көріп тұрғандай етіп жасаңыздар. Міне екіншісін тағы да көрсетейін. Барлық қамырымызды осылай жасап аламыз. Барлық самсамыз дайындап алғаннан кейін табаға пергамент қағазын төсеп, салып қоямыз. Ары қарай екінші қамырымызды жаямыз, дәл жаңағыдай етіп, жұқа етіп жайып шығамыз. Міне оқтауға орар алдын осылай ұн септілеп аламыз. Ары қарай оқтауға орап, қамырды ортаға қарай біріктіреміз, жинақтаймыз және тағы да көрсетіп өтейін, қамырымызды жаймен ғана оқтаудан босатып аламыз. Бұл қамырға да гармошка етіп жасап аламыз. Жан-жағын осылай біріктіріп қоямыз. Арасына салмасын саламыз. Бұл кезде картоппен жасалынған салманы салдым. Барлығын осылай салып аламыз.
қамырымыздың екі жағын жауып шығамыз. Арасын жаңағыдай етіп жинақтап, пышақтың көмегімен кесіп, аударып, гармошканың формасын жасап аламыз. Міне барлық дайындап алған самсамызды пергамент қағаз төселген табаға салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Мен самсамыздың бетіне мак сеуіп әсемдедім. Сіздер қалауларыңызша күндізтпен әсемдесеңіздер болады. 220 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне біздің ерекше самсамыз дайын. Бұл самсаны жасап көріңіздер, дастархандарыңыздың сәнін келтіреді. Міне сіздерге арасын кесіп көрсетейін. Бұл картоппен жасалған салма өте керемет дәмді болып шықты. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бұл самсаны жақындарыңызға да таратып, менің каналыма жазылып, лайк, комментария қалдыруды ұмытпаңыз. Жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Сонда менің алғашқы болып видеоларымды көре аласыздар. Көргендеріңізге рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.